Иқра ва раббукал акрам дейді. Оқы дейді. Сенің Раббың сондай жомарт дейді. Акрам. Акрам деген сөз бар ғой. Күшейтпелі шырай формасына келген. Карим деген сөз, карим, жомарт деген сөз. Ал акрам деген сөз ең жомарт, күшейтпелі формада келеді. Бұл акрам сөзінің 5 мағынасы бар. Біріншісі, Аллах сондай жомарт саған бұған дейін білмеген нәрселерді үйретті дейді. Әрі оларды ешбір себепсіз үйретті дейді. Себепсіз деген бұл жерде түсінуіміз керек. Оқу білім алусыз деп тұр пайғамбар алейхиссалам. Біз әрбір нәрседе өмірде барлық нәрсе себеппен болады деп бұған дейін сіздерге айтып кеткенбіз Инсан сүресінде. Осы нәрсені алып мына жерге қоюға қоймаңыздар. Себебі бұл жерде себепсіз дегенім оқу білім алусыз үйретті деп тұр. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарға алейхиссаламға бұл аят түскен кезде пайғамбар арнайы оқу білім медресе оқыды ма? Жоқ. Яғни оған Аллах тағала осындай аяттарды түсіріп себепсіз уақилерді үйретіп жатыр. Арнайы білім алмастан өз тарапынан Аллах тағала оған білім беріп жатыр. Осы мағынада айтылады. Бұл өмірде әйтпесе барлық нәрсенің себебі бар. Білім алу үшін оқу керек, ақша табу үшін жұмыс жасау керек, мысалы тамақ жеу үшін еңбектену керек деген секілді, және тағы басқа барлық нәрсенің бұл өмірде өзінің өмір сүру салтымызда барлық нәрсе себеппен ғана болады. Себепсіз ештеңе болмайды. Бұл нәрсе туралы жоғарыда айтып кеткен. Сонымен акрам сөзінің екінші мағынасы, әрбір берген нәрселерді Аллах тағала әрбір берген нәрселерді қарымтасыз берді. Оның ақысын сұрамау бұл нағыз жомарттық негізі. Егер кімдеген бірдеңені бергеннің ақысын сұрамаса, ол жомарттық негізі. Ал егер бергеннің ақысын сұрасаңыз, ол сіздің жомарттығыңыз емес. Осы нәрсені біліңіз. Біреу мұқтаж болып келіп сұрап тұрмады, оған сіз ақысыз беріп жіберіңіз. Жоқ, бұл 2 мың тұрады, 5 мың тұрады, ақысын бер, содан кейін беремін деп жомарттық таныта алмайсыз. Аллах тағала акрам, қарымтасыз береді, жомарт. Сондай. Үшінші мағынасы, барлық жомарттықтың негізгі қайнар көзі кім? Аллах. Бұл қайнары деп айтқан кезде маған Мүлк сүресінің ең алғашқы аяты Табаракаллази биядихи әл-мүлк деп айттық қой басында. Сол осы Мүлк сүресін түсіндірген кезде мен сіздерге осыны айтып берген. Төртінші мағынасы, Аллах пендесінің қателіктері мен күнәлары үшін азаптауды кейінге шегерген дейді. Оларға бұл өмірде тәубе етуге мұрсат, уақыт берген дейді. Бұл да бір Аллахтың жомарттықтың бір сипаты дейді. Түсіндіңіз ба? Тәубе етіп үшін уақыт берген, сондай бір мұрсат берген дейді. Ал азапты кейінге қалдырып қойған дейді. Бесінші мағынасы, Құранды оқуға ынталандыру дейді. Себебі оның оқыған әрбір адам үшін о Құранның әрбір аятына 10 сауаптан беріледі дейді. Бұл да бір Аллахтың жомарттығы емес па дейді. Түсіндіңіз ба? Акрам сөзінің 5-ші мағынасы Құранды оқуға ынталандыру, жігерлендіру. Бұл Аллахтың жомарттығынан.